Қайырлы күн, құрметті Story медиасының көрермендері. Бүгін біз Алматы облысы Жаңалық ауылында орналасқан саяси қуғын-сүргін құрбандарынан алған музейге келіп жеттік. Музейдің тарихына және қуғын-сүргіндердің өмір баянына бірге шолу жасайық. жылы Жаңалық ауылының тұрғыны өз үйіне су құбырын жүргізу барысында сүйектердің қалдығын тауып алады. Одан кейін зерттеушілерді, археологтарды және полиция қызметкерін шақыру арқылы ол жерден 163 сүйек табылады. Оның 5-еуі әйел адамға, ал қалғаны ер адамға тиесілі болған. Жаңалық ауылында біздің музейдің ашылып тұруы тегінен емес, себебі сталиндік террор кезінде саяси қуғын-сүргін құрбандарын Алматы қаласының НКВД-ның түрмелерінде атып, осы Алматы қаласынан 40 шақырым жердегі осы Жаңалық елді мекеніне әкеп жасырын түрде көмген. Көздері, оның көздері өте қорқынышты. Аштықтың көзі, бала. Бұл елдің рухын атсаң да шапсаң да сындыра алмайсың. Халық жауы деп танылған және басқа да түрмедегі адамдарды тамаққа немесе жаңалық айтуға шақыратын кезде мына дабылды қолданылған. Енді Қазақстанда 11-ден астам еңбекпен түзету лагерлері болып дедім. Соның бірі Алжир. Алжирда біздің қазақ зиялыларының әйелдері де көп, әйелдермен бірге біздің қазақ зиялыларының әйелдері де отырған болатын. Олардың қазақ зиялыларының өздерін ғана ұстап алып кеткен жоқ, сонымен қатар олардың әйелдерін де күйеулеріңіздің халық жауы екенін жасырдыңыздар деген желеумен оларды да Алжирға апарып қамаған болатын. Сол кездегі халық жауы деп танылған тұтқындарды осындай зынданға қамаған. Бұл зындан бізде картер деп аталған. Кішкентай ғана сәуле түсіп тұрған. Және де 24 сағаттың 4 сағаты ғана ұйықтауға рұқсат берілген. Қалған 20 сағатта тұрып тұруға мәжбүрлеген. Егер қандай да бір артық қимыл жасаса, сол жердегі жендеттердің қолынан таяқ жеген болатын. Көптеген ол кісілер бос отырмаған ғой, шындығына келгенде. Әрбір отырған кезде жай отырмағанда сөздіктер жасаған, мысалы көп өзге ұлт өкілдерімен отырған кезде деп, мысалы соның өзінде сөздіктер жасап отырған ғой. Сол жерде киносында да көрсетеді ғой, шахмат ойнауы, мимен жұмыс жасауы, мына миды қозғамасақ ми өліп қалады ғой. Сондықтан да ми жалқау ғой, енді миды жұмыс істетіп отырмасаңыз өліп қалады. Содан кейін өзінің өлең жырларын жатқа айту арқылы ол кісінің кейіннен мен қазақ зиялыларының бір келген студенттерге де көбінесе айтамын ғой, біздің қазақ зиялыларының мықтылығы, жалпы қазақтың мықтылығы. Бұл кісілер оқуды тоқтатпаған кісілер ғой. Мысалы, сол уақытта өздері лагерларда отырған кезде қосымша психологияны да басқа дүниелердің бәрін оқып жатқан. Мағжанның да мықтылығы сол лагерге айдалған кезінде де, сол жақта да ол кісінің Халила Омаровтың Міржақыптың оралуы деген деректі фильм бар ғой, көрген шығарсыздар. Сол жерде мына орыс әйелдің өзінің кішкентай қызына табыстап кету, енді сол қыз кемпір болған кезде артынан бір жақтағы делегация іздеп барды ғой. Сол кездегі Міржақыпты танымаса да Міржақыпқа құрметпен қарауы, бүкіл зираттардың ішінде, бүкіл христиан зираттарының ішінде бір ғана жалғыз мұсылманша жерленген біздің Міржақып болды ғой. Достар, қуғын-сүргінге ұшыраған адамдарды және де ату жазасына кесілген адамдарды осылайша ататын болған. Яғни бұл жақта адамдарды жертөледегі осындай бөлмеге кіргізіп, артқа қаратқанда артындағы адам желкесін дәлдеп тұрып ататын болған.
көптеген ұрпақтары келеді. Мына Тынышпаевтың жиен немересі келеді. Одан Бейімбет Майлиннің несі жақында осы Бейімбет Майлин атындағы мектепке кездесуге бардым. Сол кезде ол кісінің туған туыстары көптеп келеді бізге. Көбінесе 31 мамыр, егерде студенттерге хабарландыру ретінде 31 мамыр бізде ашық есік күні болады. Ескерткіш жанында үлкен митинг өтеді. Сол кезде туған туыстары көптеп келеді. Сол кезде келсеңіздер болады. Қоңырқожа Қожықовтың несі келеді. Сол секілді көптеген туыстар келеді. Музей қабырғаларында тарихтың жанайқайы сақталған. Мұнда НКВД үкімдері, тергеу хаттамалары, фотосуреттер, бұрын құпия болған мұрағат құжаттары алғаш рет ашық көрсетілген. Мұнда есімдер кітабы бар. Онда атылған, жоғалған, қуғындалған адамдардың аты жөні жазылған. Көп адам дәл осы жерден ата бабасы жайлы алғаш рет естиді. Бұл тек өткеннің емес, болашақтың да сабағы. Әрбір экспонат бір адамның тағдыры, бір ғана сурет бүтін бір отбасының қайғысы. Бұл музейде үнсіздік сөйлейді. Жаңалықтағы музей үнсіз жылаған тарихтың жүрекке жеткен дауысы. Тарихтың бұл ауыр беттері ешқашан ұмытылмауы тиіс. Себебі әр атылған оқтың, әр үзілген үміттің артында бір адамның, бір отбасының қайғысы жатыр. Сіздермен бірге болған СТОР медиасы арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.